Сіздермен 5-ші сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 workbook unit 5 an email to a friend about a special day language point because атты сабақтағы жаттығуларын жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 39 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабақ бізде досыңа арнайы бір мереке күні туралы электронды хат жазу және де because сөзінің қолдануына байланысты бірнеше жаттығу орындайтын боламыз. Exercise 1. Order the words to make sentences. Төмендегі берілген сөздермен because құралын пайдаланып отырып, мағыналы бір сөйлем құрастыруымыз қажет. For example, they go to the park because it's quiet. Олар паркке барады, себебі ол жақ тыныш. Бізде қандай сөйлемдер шықты? The first. We like this film because it's interesting. Бізге бұл фильм ұнайды, себебі ол өте қызықты. The second. They close the shops because there is a parade. Олар дүкендерді жапты, себебі ол жақта парад болып жатыр. The third. I go to concerts because I like music. Мен концертке барамын, себебі маған музыка ұнайды. The fourth, I don't play computer games because they are boring. Маған компьютер ойындары ұнамайды, себебі олар іш пыстырарлық. The fifth, we don't visit our cousins because they live in Australia. Біз өзіміздің туысқандарымызға бармадық, себебі олар Австралияда тұрады. Next exercise 2. Match 1 to 5 with A to E, then write sentences using because. Енді тапсырма мына екі сөйлемнің бөлігі берілген, осы екі сөйлемнің бөлігін because сөзін пайдалана отырып, мағынасы бар сөйлемге айналдыруымыз қажет. Яғни жағдаят және де ол жағдаяттың себебі. The first, for example, my friends like my cats because they are friendly. Менің досыма менің мысықтарым ұнайды, себебі олар өте досшыл ес. The second, Ed and Will go to Italian restaurants because they like spaghetti. Эд бен Уиллге итальяндық ресторанға барады, себебі оларға спагетти ұнайды. The third, Мұхтар has got a book about Wimbledon because he likes tennis. Мұхтарда Wimbledon туралы кітап бар, себебі оған теннис ұнайды. The fourth, Vera is good at drama because she's got a great teacher. Вера драмаға жақын, себебі оның мұғалімі тамаша, керемет адам. The fifth, people go to this supermarket because it's cheap. Адамдар осы супермаркетке барады, себебі ол жақта бәрі арзан. Next, exercise 3. Read Jessica's email to her friend in the USA. It is about a special day at her school. Match topics 1 to 6 to paragraph A to F. Бірінші тапсырма Джессиканың Айгерімге жазған хатын оқуы дейді. Hi Айгерім, сәлем Айгерім. Thanks for your email. Сенің электронды хатыңа рахмет. I'm very excited today because it's sports day. It's my favorite day of the year. Мен бүгін өте сондай толқып тұрмын, себебі бүгін спорт күні. Бұл менің осы жылдағы ең сүйікті күнім дейді. We have sports day every year in July. It's a big celebration of summer sport. It's from 10 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. Біз әр жылда осы шілде айында спорт күнін болады. Бұл мереке жаздық спорт түрлеріне арналған үлкен мереке. Ол азанғы сағат 10-нан түскі сағат 2-ге дейін созылады. The school closes for a day. All the students go outside and there are a lot of different races. Мектеп жабылады бір күнге, және де барлық оқушылар сыртта жүріп, әртүрлі ойындарға, жарыстарға қатысады. Our parents come to sports day. There are some special races for parents and they are very funny. Біздің ата-анамыз да осы спорт күніне келеді. Олар да әртүрлі жарыстарға қатысады. Осы аталарға арналған әртүрлі жарыстар бар, және олар өте көңілді. There are 4 teams in my school.
I'm in the blue team and I wear a blue t-shirt at sports day. Біздің мектепте 4 команда бар. Біз мысалы мен көк команда топтамын. Мен көк түсті футболка киемін осы спорт күні. Have you got a special day at your school? Яғни сенің мектебіңде арнайы бір осындай күн, мереке, ерекше күн бар ма? Write soon, жауап жаз, Джессика дейді. Енді осы тапсырма осы Джессиканың электронды хаты бойынша мына сөйлемдер қай параграфқа сәйкес келеді? A, B, C, D, E, F. Yes, сөйлем 5 тарау берілген. Сонымен сәйкестендіруіміз қажет. The first. Where the students go for a day. Яғни бір күн бойы студенттер қайда жүреді? Yes, сыртта жүреді. The second. Who is at a special day? Осы ерекше күнде, арнайы күні кім келеді? E. Our parents is D. Next, the third. Jessica's clothes for the special day. Jessicaның киімі. Яғни жаңа бір осы E бөлігінде олар біз көк футболка киеміз деп айтты. The fourth, the months of the special day and the times. Осы арнайы мерекенің болатын айы және де күні, уақыты. Ол әңгіме бізде не болды? B тарауында болды. Яғни шілдеде сағат 10-нан 2-ге дейін тойлаймыз деді. The fifth, a question for your friend. Досқа арналған сұрақ. F. Яғни F. Have you got a special day at your school деген сұрақ қойды. And the sixth, the reason Jessica is excited. Jessicaның толқып тұруының себебі. Ол бізде бірінші A бөлігінде айтылды. Yes. Next exercise 4. Write an email to a friend about a special day or evening at your school. Tell your friend. Яғни біздіге хат жазған Джессика, мен Джессикаға хат жаздым Айгерімнің атынан. Яғни бұл осы жоспарға сүйеніп отыруымыз керек. The name of the special day, яғни ерекше күннің атауы. When the day is, ол күн қашан болады. The things the students do, оқушылардың іс-әрекеті. The people at the special day, адамдар, осы мерекедегі адамдар, және де clothes, олардың киетін киімдері қандай. Hi Jessica, сәлем Jessica, thanks for your email, хатыңа рахмет. Every year we celebrate New Year at school with my classmates. Әр жыл сайын мен достарыммен жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. It's my favorite day of the year. Себебі бұл менің жылдағы ең сүйікті күнім. We begin to celebrate a New Year in December in winter. Яғни осы біз жаңа жыл мерекесін қыста желтоқсан айынан тойлауды бастаймыз. There are performances for different classes from 10 in the morning to 6 in the evening. Яғни әр сыныптарға арналған қойылымдар қойылады таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін. There are a lot of different games for children. Ол жерде көп оқушыларға арналған ойындар көп. They play and dance. All students wear a fancy costume or beautiful clothes. Барлық оқушылар маскарадный костюм дейміз ғой, маскарад киімдерін немесе әдемі киімдерін киеді. Write soon, тезірек жауап жаз, Айгерім деп. Осымен біз 39 беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye. Келесі сабақ бізде 5-ші тарауда қайталауға арналған жаттығулар болады.